Қайырлы күн баршаңызға достар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын қазақтың ұлттық тағамы бүрмелі қарын деген тамақ жасамақшымын. Өте дәмді болып шығады. Маған қатты ұнайды. Үйдегілердің бәріне қатты ұнайды. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Дәмі деген керемет. Алдымен картошкамызды, сәбізімізді, пиязымызды ашып, жуып алдым. Қарнымызды жақсылап тұзбен жуып алдым. Өте керемет болып шығады. Осылай мен етімнің бәрін турап алып жатырмын. Турап алып, осылай барлығын жуып алам қазір. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай барлығын турап аламыз. Салып қоясын, қазанға өзі пісіп жатады. Тек қана көбігін алып, тап-таза қарап отырсаңыз болды. Өзімен өзі қайнап піседі. Осылай барлығын енді тураймыз. Етімді жуып әкеп қойып қойдым. Кішкене тұз салып, пиязымызды турап, осылай пиязымызды да турап аламыз. Бір келкетіп. Сәбізімізді тураймыз. Осылай сәбізімізді де турап. Сәбізімізді майдалап тураймыз. Осылай сәбізімізді де бір келкетіп майдалап турап аламыз. Барлығын турап алдым. Ал картошкаларымды мен неғылмадым, жаңағы ортасынан бөлмедім, майда-майда картошка, сол себепті сол күйде пісіремін дедім. Осылай чесногымыздың бәрін турап алдым. Майдалап. Барлығын майдалап турап алып, салып енді барлығын приправаларымызды саламыз. Осылай. Қара бұрышымызды, тұзымызды, тұзымызды салдым. Енді міне китайский тұз салып жібердім. Оны салған себебім етімізді өте жұмсақ қылып, дәмін ерекше қылады. Мен сол себепті салдым. Енді универсальный приправа салып жібердім. Осылай барлығын салып жібердім. Барлығын салып, жақсылап, ішінде қалмау керек. Барлығын салып, тексеріп көріп, бәрін аударып салып жібердім. Осылай енді жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып,
Енді міне жуып қойған етімді үстінен саламын. Осылай енді қолымыздың көмегімен араластырып жіберемін жақсылап. Менде жылқының еті жылқының қарны. Осылай мен қарынды жақсылап жуып алып, бір шетін тігіп алып, жуалдыз инемен тіксеңіздер жақсы болады. Ал кішкентай ине болса, ол сынып кетеді. Сол себепті үлкен немесе жуалдыз инемен тіккендеріңіз дұрыс қарынды. Осылай барлығын салып аламын қарынның ішіне. Енді дәмі деген керемет болады. Бұны қазір көбінесе жас келіндер білмейді. Мен де бұны білмейтінмін. YouTube каналдан көріп жүріп үйрендім. Енді дәмі деген керемет болады екен. Солай барлығын салып, бәрін итеріп салып саламыз. Алда менің YouTube каналыма тіркеліп кетсеңіздер, алда өте керемет рецептілер болады. Осылай барлығын салып аламыз. Ал енді инемізді жаңа жуалдызымызбен тігіп аламыз. Барлық шетін. Осылай барлық шетін тігіп алдым. Осылай барлығын тігіп, енді пышақтың көмегімен алып тастаймыз жібін. Енді бір шеті қалған менде. Міне бұлай жақсылап араластырып, бір шетін кішкене тесік бар, қалдырып кеткен. Енді осы жерге 200 грамм су құямыз. Осылай суымызды құйып, ол жерді де жауып тастаймын. Осылай барлығын шетін жауып тастадым. Барлығын араластырып, осылай. Енді қазанымызға жайғастырамыз. Осылай қазанға салып, толтырып, суын құйып, қазанымыздың көбігін алып, 2 сағат қайнаттым мен бұл жолы. Өте керемет болып шықты. Міне майы да күшті шығып, міне. Енді дәмі деген керемет. Осылай. Енді көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Енді дәмі деген керемет, жұмсақ, ішіндегі еттеріміз былбырап піскен. Осылай барлығын кесіп алдым. Өте ыстық, күшті, керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Перизат. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.